Сенің күнің әдетте осылай басталады. Ары қарай күндегідей. Бірақ күнің ары қарай дәл солай қалыптаспас еді, егер кәсіпкерлер болмаса. Олар кімдер? Сені смартфон оятады. Оны жасайтын зауытты кәсіпкер ашқан. Кәсіпкер көп смартфон сатады. Ол сөйтіп ақша табады. Ал наубайханашы болмаса, сенің таңғасың дәмді болмас еді. Наубайханашыда кәсіпкер ол нан пісіріп сатады. Тоқашы тәтті болса, клиенті де, табысы да көп. Сенің мектеп формаңды да кәсіпкер шығарған. Ол киімнің дизайн ойлап тапты, матасын сатып алды, киімді тікті және саудаға шығарды. Сенің оқулығыңда дәл осылай жасалған. Жеке автобус жүргізушісі де кәсіпкер. Ол ақысын адамдарды қалаған жеріне жеткізіп тастайды. Оның бизнесі қызмет көрсету деп аталады. Балмұздақ сатушы да қызмет көрсетеді. Бейір етуші де, футбол бапкері де, тіпті сенің кереуетің де кәсіпкерлердің өнімі. Бір ағаштан сұлбасын жасаса, екінші матрасын тігеді. Енді бірі осының бәрін құрастырып сатады. Кәсіпкерлердің бәрі өзге адамдарға жұмыс береді. Түскен табыстан салық төлейді. Қаржының қалған бөлігі әдетте бизнесті жақсартуға жұмсалады. Бұл олардың өнімі немесе көрсететін қызметі сапалы бола түседі деген сөз.